Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Әйелім мені кешірген сайын ғашық бола түсем. Мен екінің бірі сене бермейтін керемет күйге бөленіп жүрмін. Байқаймын, көбіне көп ер азаматтарға қарағанда қыз келіншектер өз ойларын, тағдырларын жазып, іштегі сырын ақтаратын сияқты. Әр адамның басынан өткен оқиға өзінше бір үлкен хикая. Маған қалам алдырған жағдай мен үшін тіптен таңғажайып құбылыс дер едім. Мен тап болған оқиғаның өзгелерден ерекшелігі, сырын ақтарған жандардың басым бөлігі өздерін мазалап жүрген жан айқайын бөлісіп жатса, менікі бақытқа бөлейтін ғашықтық сезім. Кімге дейсіздер ғой? Өзімнің 25 жыл бірге тұрып келе жатқан Құдай қосқан қосағыма. Мен бақыттымын. Тіл көзден сақтасын. Негізі әйеліммен танысқаныма 27 жылдай болып қалыпты. Бір-бірімізді ұнатып, 2 жылдай кездесіп жүрдік. Сол кезде-ақ мен оның өзіме лайық жар болатынын сездім. Мінезі жұмсақ, артық сөзі жоқ, қарапайым. Жатақханада тұрып жатқан қыздар сияқты биге, киноға барып көп қыдырмайтын. Мен шақырсам барады, әйтпесе ешқайда шықпайды. Онысы мен талап қойғандықтан емес, өзінің табиғаты сондай. Менің оны алдап, достарымен басқа қыздарға кетіп қалған кездерімде аз болмады. Бірақ ол мұны білсе де ләм-мим демейтін. Өзге достарымның қыздары айқай-шу шығарып ренжісіп жүргенде, біздікіне барсаң бетіңе анықтап бір қарап алып, жымиып қоюдан әрі аспайтын. Ата-анам үйлен деген соң, жүріп жүрген қызыма ойымды айтып едім, қарсы болмады. Сөйтіп, туған жерім Ақтөбеде дүрілдетіп той жасадық. Ол әйелім Қарағанды облысының қызы еді. Жан-жарым маған 2 ұл, 1 қыз туып берді. Қазір үлкен ұлым үйленді. Әп-әдемі қарапайым келініміз бар. Отбасының бақыты деген осы болар сірә. Қазір ұлым мен келінімнің бір-біріне деген махаббаттарын, көз қарастарын ұғындырып, еркелеп отырғандарын көргенде, төбем көкке 2 елі жетпей қалады. Ұлымның қылықтары, мінезі өзіме тартқанына шүкір етемін. Өзімнің осындай жасымда келіншегіме жасағандарым есіме түссе, қазір ұяттан өртеніп кете жаздаймын. Алайда ол кезде өз қателігімде сезіне қоймаған едім. Аяулымды жар етіп алғаннан кейін көп жылаттым, тіпті қорладым, оны мойындаймын. Жүйкесін де әбден жұқарттым. Бол да рас. Оның орнында басқа әйел болса, баяғыда ажырасып кетіп, отбасымыз ойран болар ма еді? Кім біледі? Бірақ ол бәрін де көтерді. Әрине, қатты ренжіп, айқайласып қалатын кездерде болды. Бірақ аяулымды оған итермелеген өзім едім. Бірде ол менің қалтамнан қыздарға барып жүргенімді білдіретін зат тауып алды. Біттім деп ойладым. Сол сәттегі әйелімнің мықтылығына таңым бар. Өзге біреу болса, сен не істеп жүрсің деп бетімді тырнап алмаса да, ең болмаса айғайға басар еді. Ал аяулым қолындағы тауып алған затқа бір қарап, маған бір қарап тұрды, үндемей әлгіні қайта орнына салып қойды. Бар болғаны сол. Есесіне 1 ай үнсіз сөйлемей жүріп алды. Әйелің сөйлемесе де қиын екен. Бажылдап бірдеңе деп ұрсып алған жақсы екен. Үнсіздігі жанымды қинады. Өзімді алғашқы рет қатты кінәлі сезінген кезім сол болған шығар. Ақыры өлердегі сөзімді айтып, кешірім сұрадым. Ол кешірді. Енді бірде телефонымдағы SMS жазбасын оқып қойды. Бір қызбен танысып, күнім деп жазған болатынмын. Негізі әйелімнің менің телефонымды ақтаратын әдеті жоқ. Оны 2-ші сыныпта оқитын ұлым көріп қойды, бәріміз кешке астан кейін теледидар көріп отырғанымызда мынау не деп алып келмесі бар ма? Балалы үйде ұрлық жатпайды деген осы. Ұлымның менің телефонымдағы ойындарды ермек қылатын әдеті бар еді. Жазбаны өшіріп тастаған сияқты едім, қалай сақталып қалғанын өзімде түсінбей қалдым. Қысқасы, бала шағам мен әйелімнің алдында кірерге тесік таппадым. Бетімнен от шықты.
бұл жолы кешірмейтін шығар дедім. Әйелім орнынан тұрды да, дастарханын үнсіз жинады да, жатын бөлмеге кіріп кетіп, түні бойы бір орнынан тапжылмастан жатты. Мен де таңға дейін тырп етпедім. Қозғалсам болды, бақ құсым ұшып кететіндей. Бір кезде көзім ілініп кетіпті. Тұрсам жоқ. Қорқып кеттім. Алайда таңертең жұмысқа кеткен екен. Енді оны жұмыстан келетін уақытын зорға күттім. Көп нәрсені ойладым. Дүние төңкеріліп кеткендей болды. Ұйып отырған отбасымды ойрандап алсам қайтемін деп қорықтым. Бір орында отыра алмай, үйге бір кіріп, бір шығамын. Жұмысқа бармадым, әдейі сұранып қалып қойдым. Ондағы ойым, әйелім қайтып келіп, заттарын алып, төркініне кетіп қалама деп зәрем ұшты. Әйтеуір мен үшін жылға созылған бұл уақыт өтіп, жұмыстан да келді. Бетіме қарамады. Бұл жолы да тіс жармады. Бір айға дейін сөйлемей қояды енді. Шынымды айтсам, мен үшін бұл да азап. Бірақ кетіп қалғаннан жақсы ғой деп өз-өзімді жұбатып қоям. Көпке дейін көзіне ілмей жүрді де, бір күні әйтеуір жібіді. Бірақ қанша ренжіп, үндемей ашуланса да, еш уақытта ас ауқатымды, киімімді дайындамай қойған емес. Барлығы өз орнында, өз уақытында дайын тұратын. Тек үнсіздік өлтіретін. Мен де өзімшіліктің кесірінен сол кезде оның қалай қиналып жүргенін тіпті ойламаппын да. Үйден кетпегеніне қуанып жүре бердім. Аяулымның тағы бір жақсы әдеті, менімен ақылдаспай еш нәрсе істемейді. Тіпті өзіне қажетті заттар мен киімді сатып алу керек болса да маған айтатын. Сол қылығын пайдаланған мен ақымақ, не сатып алса да зекіп, боқтап, тіпті екі аяғын бір етікке тығатынмын. Барыңды кимейсің бе? Сәнденіп біреудің көзіне түсе алмай жүрсің бе? Ақшаны бекерге шашып деп, әбден берекесін қашыратынмын. Бірақ шыны керек, ол соншалықты киім құмарда емес еді. Керек дүниесін ғана алатын. Осындай адамгершілікке жат қылықтарымның барлығын ой елегінен өткізіп, енді түсініп жүрмін. Қатынды бастан деп артық кетіп қалатынымды қайтесіздер. Аяулым соның барлығына шыдап бақты. Қазір одан кешірім сұраймын. Қатты өкінемін. Ештен кеш жақсы деп, әйтеуір аяулымды алақаныма салып өтуге уақыт бұйырыпты маған. Оған да шүкір. Осыдан 10 шақты жыл бұрын келесі бір ренжісіп қалғанымызда шаршағанын, бөлек тұрғысы келетінен айтып қалды. Мұндайды еш уақытта естімеген мен шошып кеттім. Қорқыныштан ба, өмірі сыр бермеген жүрегім дәл сол кезде ауырып қатты науқастанып қалдым. Бір аяқ бір қолымнан жан кетті. Ондай қиын сәтте де жанымнан тек аяулым ғана табылды. Тастамай қасымда болды. Дертім 2 жылға созылды. Келіншегімнің сол кезде көрсеткен жақсылығы мен қолдауын еш уақытта ұмытпаспын. Алдымен Алланың, сонан кейін аяулымның төзімділігінің, сабырлығының арқасында мен жазылып шықтым. Әйеліме қарап өмір сүргім келеді. Бұл да бір маған тәубеңе кел деген белгі шығар деп ойлап қоям. Міне, сол кезден бастап мен қатты өзгердім. Ойлансам, ешбір жан менің әйеліме тең келмейді екен. Оны қазір өзіне де жиі айтамын. Сен менің өмірімдегі ең сәтті жобамсың деймін, әзілдеп. Ажырасайық деген сөзі жайына қалды. Бір кездегі ол шешімі жайында тіпті сөз қылмайды қазір. Әйелді бақытты қылу үшін көп нәрсенің керегі де жоқ екен. Формуласы тіптен оңай. Тек қадір қасиетін біл, бағала. Болды. Бар болмасын қабылда. Аяла. Баяғыдан қалтамнан табылған зат туралы да арада 10 жыл өткенде айтты. Әлбетте менікі емес деп мойындамаймын. Менікі емес, жұмыста бір бала сатып алған еді, менде қалып кетіпті дей салдым. Мырс етті де басын шайқады. Қойш болды, қайдағы жоқты айтпай. 10 жыл өтіп кетті ғой дедім. Өзімше ренжіген кейіп танытып. СМС'ті де енді айтып жүр. Тым құрмаса өшіріп тастамадың ба, жаныма қатты батты. 3 балаңның анасы мені дәл солай еркелетіп көрмеп едің. Сол әйелге күнім дегеніңе қарағанда, менен ыстық болғаны ма дегенде, жүрегіме біреу пышақ сұғып алғандай болды.
Ішімнен жаным-ау дедім. Сенен артық кімім болушы еді? Ол жай жас қызды қаратудың бір амалы ғой. Әлбетте, аяулымға олай дегенім жоқ. Баяғы әдетіме салып, басымды қатырмаш деп зекіп тастадым. Бірақ ол менің қатты өкінетінімді көзімнен ақ оқып қойды. Одан бетер қинағысы келмеді. Тағы да мырс етті де басын шайқады. Енді міне 1 жылдай болып қалды. Әйеліме баяғы жас күнімдегідей ғашық болып жүрмін. Оған қарап отырғанымды ұнатамын. Оның әрбір қылығы, тіпті әңгіме айтып отырып шай ішкені, пысылдап ұйықтағаны бәрі керемет. Сезімім арнасына сыймай асып таситын сияқты. Теңіздей толқимын кейде. Бойымды кернеген ұлы сезім өмірге деген құштарлығымды артып жібергендей, өзімді жасарып кеткендей сезінемін. Осының барлығы маған қызық болып жүр. Тіпті тілмен жеткізуде қиын. Қысқасы, жаңа, маған таңсық тәтті сезім оянғандай күйдемін. Мен оны осы уақытқа дейін жақсы көре алмай жүр екенмін деп те ойлап қалмаңыздар. Оның орны маған қашанда бөлек. Әлбетте жақсы көрдім. Бірақ оны менің дөрекі, ұрда жық мінезімнің тасасында қалып қоятын. Ал қазір мен ғашық болып қалдым. Әйеліме үнемі қатал қарайтын мен, телефоныма оның бір нөмірін жаным деп, екінші бір нөмірін алтыным деп жазып қойдым. Мен үшін мына жарық дүние одан да сұлу, одан да ақылды, одан дана жан жоқ. Ол не істесе де бәрінен артық. Оның пісірген тамағы сондай дәмді. Базарға бара қалсам, дәрумен ғой деп, жеміс-жидек, өрік мейіз неше түрлі жаңғақтарды сатып алып келем. Оны тек өзі ғана жесе екен деймін. Үйдегілерге, мамаларыңа дәрумен керек, бәрін бітіріп қоймаңдар десем, олар мені мазақтап күледі. Бұрынғыдай арланып намыстанбаймын. Осының барлығын өзіне де айтып қоямын. Тіпті ауырып қалса, оның ауруын маған берші деп тілейтін болдым. Аяулымның қабақ шытқанын да көргім келмейді. Үнемі жадырап жүрсе, мен бақыттымын. Махаббат шектеусіз сезім. Оған тоқтау салып жүрген өзіміз деген сөздерді де оқыдым бір жерден. Тауып айтылған. Барымызды бағалайық. Ал қыз-келіншектер қауымы, ер азаматтарыңызды, сіздерді міндетті түрде қадірлейтініне сеніңіздер. Тек шамалы сабыр мен төзімділік танытсаңыздар болғаны. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.